жақта осындай мебельный магазинде жұмыс істеймін. Бұл жерде азанда ғана келем, таң сағат 7:30 мен 9-ға шейін осы жақта жинаймын. Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Мен азанғы жұмысыма келдім. Бұл мебельный магазин. Таң сағат 7:30-нан кеш сағат 7:30-нан 9-ға шейін істеймін. 1,5 сағат. Осының бәрін жуып шайып, аптасына бірнеше рет келемін. Мынау магазиннің 2-ші этажы. Мен кофемді алып алдым. Мына жақта холодильник және стиральнялар. Кореяда почти 99% стиральный машина осындай стиральный қолданады. Үсті ашылып, жабылатын. Ана ортасы думалақ стиральный машиналар өте сирек. 100 адамның 1-2 адам ғана үйінде бар. Яқта көбісі бушный және новыйларды сатылады. Барлығын үсті ашылып жабылады. Мынандай стиральнялар өте сирек. Осы магазиннің 2-ші этажы. Мен жұмысымды бітірдім. Енді үйге баратырмын. Кореяда традиционный төсектері кәрістерін осындай. Мынаулар мрамор тастар. Неше түрлі түсті тастар. Бұның бәрі жылтылады. Яқта кнопкасын басып, жылтылады, температурасы реттеледі. Барлық үлкен кәріс апа-аталардың үйінде осындай төсек бар. Мына традиционный өздерінің төсектері. Мына жақта европейский. Ана жақта жұмсақ төсектері бар. Мына жақта мраморный қатты төсектер. Осының үстіне негізі в основном жұқа көрпеше жаяды. Осы қатты ұйықтайды. Және осындай дивандар бар. Бұның бәрі реттеледі, температурасы жылайды. Бұл тас қызып пісіп тұрады. Төсектер және дивандар. Традиционный кәрістердің дивандары. Мына жақта европейский дивандар.